Хова, сороконожка, сорокатонник, немесе сорокаш деп жатамыз. Сода основной осыда тұратын неше амортизатор бар. Және қандай амортизатор. Егер білсеңіздер, видеоны пауза қойып, комментарияға жазып кетіңіздер. Ал егер білмесеңіздер, әрі жалғастырамыз. Бірінші балка және екінші балка болып бөлінеді. Бірінші балкада тұратыны 804, бұл оң жағымыздағы, және екінші балкада тұратыны 801 деген амортизаторлар. Енді размерлеріне келсек, ашық кезінде бірінші балкада 79 см, жабық кезінде 52 см, ал екінші балканыкі бұл бізде ашық кезінде 74 см, жабық кезінде 48 см. Енді болт отыратын жерлері екеуінде де 16 мм-ден. Ал мына жерінің высотасы бұл бізде екеуінде де 50 мм-ден. Ал ұзын жағының высотасы киілетін жердің бұл жерде бізде екеуінде де 84 мм-ден. Егер білмеген болсаңыз, лайк басып, комментария жазып кетіңіз. Ал егер білсеңіз, мен білдім деп комментария жазып кетсеңіз де болады.